Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін торап бетін жобалау курсымыздың 22-ші сабағы JavaScript селекторларын қолдану және шағын есептеуіш жасау. Енді бұл сабағымызда бірінші үлкен мазмұн JavaScript селекторларын қолдану. Ал екінші үлкен мазмұн шағын есептеуіш жасау. Олай болса біз бірінші үлкен мазмұнға керек. Енді біз бірінші үлкен мазмұнды бастаудан бұрын алдыңғы сабақтағы тапсырма істеп көрейік. Біз алдыңғы сабағымызда мынадай бір тапсырма бергенбіз. Бұл тапсырмамызда алдыңғы кедергі деп суретті ауыстыруға болатын. Екі батырмадан пайдаланып суретті ауыстыру. Олай болса біз тапсырманы істеп көрейік. Ultra Edit деталында бұрынғыдай бір торап бетін жасап аламыз. Бұны 22-ші сабақтың ішіне тапсырма деп кірістік. Онан соң біз мына чарудан кірісту деген ішіне күрсінің моделін кірістеміз. Кірістіп алғаннан кейін біз мына тапсырма қарап, тапсырмамызда екі батырма және бір сурет көрсететін орын бар екен. Онда біз осыны жазылайық. Енді біз бір div дейік. Бұны ID container деп. Бұнdan бәрі бұрынғы өтіп кеткен мазмұндар. Енді сыртқы қорапша деген сөз. Енді сыртқы қорапшаның ішіне екі div өрістейік. Бұл div'лардың біріншісінде бас бөлім header дейік. Ал енді екіншісінде астындағы сурет келетін мазмұн. Бұны біз ID деп жазсақ та жазбасақ та болады. Жазып қояйын, түсінікті болу үшін. Content. Енді бірінші бас бөлімде не бар деген кезде, бас бөлімде екі батырма бар, яғни input бар деген сөз. Оның біріншісін, бұның түрі не деген кезде, батырманың input түрі button дейміз. Батырма деген сөз. Одан кейін бұның value мәні не дейді? Онда мәнін біз бұның мәнін btn1 дейік, бірінші батырма дейік. Онан кейін біз бұның мәні дегеніміз, ал енді біз id-ін btn1 десек болады. Бұның id-ін біз btn1 дейік. Ал одан соң аяқтастың. Енді бұның мәні не дегенде, бұл алдыңғы деген. Алдыңғы деп жазса, одан жазбай тұрайық, ендігі артыңыздық. Екінші және де ұқсас input. Бұның түрі не деген кезде, бұл батырма деген сөз. Батырма. Ал енді бұның мәні не деген кезде, ал енді екіншісі бұның ID-і btn2. Ал енді біз мына жерге жазатын жазуды көшіріп келдік. Сұхбат. Біз ол ашып қойғанша біз мынаны көрейік. Бұнда мына келерге және алдыңғы деген екі батырманы жазадық қазір. Ал енді біз сәйкестірішке кірейік та мынаға жазайық. Бұл алдыңғы дейік. Алдыңғы деген соң төте жазуды біз кірісеге аударайық та. Қазақстандық бауырластарда танитындай болу үшін біз екеуін бірге жазып қойдық. Жазып болғаннан кейін бұны біз көшіріп, мына бірінші батырманың көрсететін мәніне жаздық. Яғни батырманың негізгі мазмұны. Одан соң келергі. Келергі деген жаздық. Енді төте жазуды Қазақстан жазуын аудардық. Енді жаздық мына келергі. Екіншінің мәні мына келергі. Енді мен артынан бірақ қосылсаң. Енді оның астында бір сурет бар деген сөз. Input бар. Image бар. Image'дің жалғаным адрес. Ал енді одан кейін бұның ені мен биіктігі, біз оны width'ін
видес яғни енін біз 500 px дейік та, биіктігін 300 деп жазайық. Ал одан соң мына image HTML түйінсөзінде сөзсіз alt деген мына түйінсөз болу керек. Бұл болмайтын болса, мысалы суретіңіз шықпай қалған кезде ол орынға білінбейді. Егер суретіңіз шықпай қалса, осы алтқа мән беретін болсаңыз, тінтуірді сол шықпай қалған суреттің үстіне алып барса, осы суреттің атын көрсетеді деген сөз. Онда біз мынаған сурет деп жазып қояйық. Сонда бұл арада бір сурет бар екенін біледі деген сөз. Ондай болса, біз мына имейжға қайдағы сурет әкелеміз дегенде, мен мына сабақтың ішінде дайындап қойған. Имейж деген ішінде 3 сурет бар. Осы 3 суретті жалғаймыз деген сөз. Онда біріншісіне біз осы бірінші суретті береміз. Бұл сурет қайда дегенде, image деген құжат қалтасының ішінде бірінші деген JPG сурет деген сөз. Ал енді мынаның ішіндегі, енді біз мына input, мына контент болсын бәріне біз қазір ешқандай CSS пен тексеруге алып бармадық. Онда мен мынаны әзір сақтайын. Енді мен бұдан кейін сақтаған кезде мына Windows деген, мына құжат деген талдап, соның ішінен сақтауды баспай қойын. Бұдан кейін сақтаймыз деген екенбіз. Мен Ctrl кнопкасына S кнопкасын қосып басып сақтадым деген сөз. Қазір сақтадық. Енді бұны біз мына арадан ашып көрейік. Google Chrome торшалары арқылы біз ашып көрейік. Ашсақ, қазір мынадай бір сөз шығып деген сөз. Енді бұны қайтеміз дегенде, бұны біз ортаға келеміз, және мына CSS арқылы теңшеуге алып барамыз. Онда қалай теңшейміз дегенде, біз бұрынғы сабақтарда айтып кеткенбіз, осы торап бетінде тіке style түйінсөз арқылы бұның түрін текст CSS деп жазу арқылы біз осыған CSS кат арқылы теңшеуге алып барамыз дейміз. Ал енді мен бұнда біріншісі мына bodyға теңшеуге алып барайын. Бұнда біріншісі bodyдің маржины 0 болсын, paddingі 0 болсын дедік. Ал одан соң font family, яғни қат үлгісі, font family, қат үлгісін біз казнет дейік. Ал енді басқалай теңшеуге алып бармай қояйық. Ал енді одан кейін мынаның ішіндегі біз сыртын қоршап тұрған контейнер деген div-ға теңшеуге алып барамыз. Өйткені бұны біз ортаға тұраламыз керек. Бұның алдымен бұған біз ортаға тұралау үшін оған сөзсіз бір кеңдік беруіміз керек. Бұл 500 px болсын, мына биіктігін бермей қойсақ та болады. Онан кейін бұны margin дейді. Бұның сыртқы аралығы 0 және автоматты десек, бұл ортаға тұраланады деген сөз. Ал енді басқа теңшеуік жасамай қояйық. Одан кейінгісі header деген, бас бөлімдегі header деген осыған теңшеуге алып барайық. Бұнда бұл не теңшеледі дегенде, бұған біз биіктік беруіміз керек. Біраз ашық қалу керек деп тұрмыз. Height болса, бұны 50 px дейік. Одан кейін line height деп тезақ. Line height 50 px. Мына line height жазбайын екенбіз. Өйткені мына бір диави келемейді, оған line height істемейді деген сөз. Ал онда біз енді біз көрек бұны сақтадық. Ctrl кнопкасын, S кнопкасын басып, енді көрсек, бұл әлде ортаға тұраланбады. Онда не себептен ортаға тұраланбады? Контейнер дегенді сендерге қайта кеп жазып көрек. Контейнер видес, мына қате жазып кетті, видес. Енді сақтап көрек. Қазір не ортаға келді. Бірақ та мына біз бас бөлімдегі мына біздің батырмамыз ортаға келмепті. Әрі мына біздің алдыңғы келергі деген екеуінің біреу көрінбей қалыпты. Онда көрінбей қалған себебіміз деп көрейік. Input type алдыңғы дедік. Біз алдымен мына headerдің ішінде бұны ортаға тұралау үшін біз бұған text line деп бір қасиет жазуымыз керек. Бұл қасиет жазылды. Енді көрінуге тиісті. Әзір мынау неге көрінбей тұр дейді, input. Мына арада қате кетіп қалыпты. Input деп жазылу керек деген сөз. Енді дұрыс болды, енді көрінеді.
Енді жаңарап көрсек, келерге алдыңғы деп тұр. Ал енді баш жағында біраз жабысқапты, оны да түсірек. Ал қалай түсіреміз деген кезде біз мынаны үйреніп кеткенбіз. Пәттин топ іш жағының жоғары жағымен болған аралығын біз 30 px деген соң біз мына арада біз мына хейтті алмай қойсақ та болады. Ал енді астына да бір қашық қалдырсақ болды. Пәттин бұл не 20 px. Мына хейдердің ішкі және сыртқы іштің ішкі жағының жоғары жағы мен астыңғы жағындағы аралық десе оқып бардық. Енді қазір мына екеуі ортаға тұрған болады дейсіз. Енді болды дейсіз. Енді мен мақсатым не дегенде, мына алдыңғы деген кезде мына алдыңғы сурет көріну керек. Келерге дегенде келерге сурет көріну керек. Ондай болса оны қалай жүзеге асырамыз дегенде. Қалай жүзеге асырамыз деген кезде біз осының аяқ жағына скропит деп HTML түйін сөзін жаздық. Скропит деген HTML түйін сөз. Ал енді осы бұның type деп түріне text JavaScript десек, онда біз JavaScript жазуға болады деп айтқанбыз. Енді бұның бәрін қайталай бермей. Ал енді осының ішіне түйін сөз жазамыз дедік. Енді онда біздің мақсатымыз мына бірінші батырманы басқан кезде мына орында басқа сурет көрінсін деген сөз. Екінші батырманы басқанда басқа сурет көрінсін. Онда оны қалай жүзеге асырамыз дегенде, онда біз алдымен осы батырмалардың объективін алып алуымыз керекпіз. Объектив деп айтқанымыз бұлар бір объект түрдегі мына HTML түйін сөзіндегі барлық HTML түйін сөздері жеке бір объектив болады деген сөз. Онда біз осы объективтерді аламыз. Оларды алып бір айнымалы шамаға сақтауымыз керек. Онда word арқылы біз бір айнымалы шама белгілейміз дейміз. Онда біз объектив болсын O деп жазып қояйық. Бұнда тұрған ештеме жоқ, бұл айнымалы шаманың аты. btn1 деп қояйық. Енді мына болса біз айнымалы шама белгілеуді істететін word деген біздің осы айнымалы шама белгілейтін түйін сөз деген сөз. Ал енді мына объект, мына болса аты. Енді біз осы торап бетіндегі мына әрқайсы HTML түйін сөзін алға тұрмыз бізге керегі. Яғни документ деп осы торап беті бір документ болады деген сөз. Документ дегеніміз құжат деген сөз емес. Біздің бұл арада бұл өзі бір документ деп түсіну керек. Осы торап бетіндегі барлық мына HTML түйін сөздері және мына HTML-ден тартып ішіндегі барлығы бір документ болады. Осының ішіндегі біз бір объективтерді алға тұрған себепті біз документ жазып, онан соң нүкте қоямыз дегенбіз. Енді мен мынада түсіндіре кетейін. Біз мына HTML қолданбасын қолданғанда айтқанбыз. Мен мынада біріншісі мына HTML дегенді ашамыз. Осының ішіндегі түйшаң дейді не? Object деген біз қазақша документ деп аламыз. Object деген түйшаң, яғни объектив деген сөз. Енді осының ішіндегі біз осы объективтердің ішінде документ дегенді табамыз. Документте осы бір объектив деген сөз. Үлкен жақтан міне біз документті алсақ, осының оң жағында осыған қатысты талдаулар шығады. Осының ішінде функция дейді, функция, осының ішіндегі функциялар. Біз осылардан пайдаланамыз. Онда мен осыларды функциялар қайт шығарамыз, мыналардың бәрін қайт шығарамыз дегенде бір нүкте арқылы шығарамыз дегенбіз. Осының атын жазғаннан кейін нүкте белгісін нүкте қою арқылы шығарамыз. Точка деп айтады екен. Мен нүкте деп айта берейін. Олай болса жазғаннан кейін біз енді өзіміз істететін функцияның атын жазамыз. Get element. Элементтің атын аламыз дегенбіз. Get element. Неге негізделіп аламыз дейді. By ID. ID-на негізделіп аламыз дейді. Сонда біз қазір btn1 десек, енді мына әзір осы торап бетіндегі мына батырманың ID-на негізделіп, яғни осы HTML түйін сөз бұда бір. Осы HTML түйін сөздің ID-на негізделіп бір объективті алып отыр деген сөз. Ал енді бұл біріншісі кетті. Екіншісі де ұқсас, оған осы btn2 дейік. 2 деп ат қояйық, оған document. Бұған да ұқсас біз ID арқылы алайық. Get element by ID деп
алуымыз керек. Ал енді бұны алған кезде btn 2 десек, қазір мына id-ні негізі екіншісін алды деген сөз. Ал енді үшіншісіне не керек деген кезде, үшінші не аламыз дегенде, біз әзір осы мына image, осы сурет қосып отырған HTML түйінсөзіне өзгеріс алып барамыз керек. Онда біз осыны да алып алайық. Бұны btn демейді, бұларда біз image деп қояйық. Document, бұда да ұқсас get element by id дейік бұнда. Бұны не деген кезде, бұны біз сурет деп, бұған қазір id жазбақ та, онда біз мынаған бір id беріп қояйық. Image деп жазып қояйық. Онда біз осының id-ін жазайық, image деп. Әзір үшеуін алып алдық деген сөз. Енді осыларды үшеуін алып алғаннан кейін бұлар жеке бір объекттік болды. Қазір мынау біз HTML түйінсөз деп танымаймыз. Осыларды бір объекттік қылып алып алдық. Енді осы объекттіктерге өзгеріс алып барамыз керек. Онда қалай өзгеріс алып барамыз дегенде, біз мына батырманы басқанда десек, онда осы объекттігін талдап, яғни btn1 деген талдап, нүкте қоямыз да, осы қандай өзгеріс алып барасың? Осыған бір уақиға байластыруымыз керек. Онда on click деген, яғни тінтуірді басқан кезде деген сөз. On click деген, бұл тінтуірді басқан кезде. Осы тінтуірді басқан кездегі функцияға, function, яғни осыған бір функция береміз да, біз осының ішіне атқармақшы болған жұмыс жасақ болды. Енді мынарада функция дегенді көбіңіз түсінбей тұрсыздар, бірақ кейінгі сабақтарда айтылады. Енді мынарада осылай қолдана беріңіздер. Сонда бұны біз былай түсінеміз. Мына батырманның объектігіне бір уақиғаға, батырманның объектігіндегі бір уақиғаға бір функция байладық десек болды. Функция деген қытайша ханшу деп айтады. Алтынша function деген сөз. Енді бұны басқан кезде не істейді деген кезде, онда біз мына суреттің объектігіндегі src деген элемент, src деген қасиетін өзгертеді дейді. Қалай өзгертеді дегенде, бұны 2-ден jpg деп өзгертуіміз керек. Енді сынап көреміз. 2-ден jpg болғанда, мынау image деп 2-ден jpg болу керек. Image 2-ден jpg, яғни мына суреттің ішіндегі, яғни мынаны өзгерт деп отырмыз, жалпы айналып келген кезде. Енді біз сақтап көрейік. Сақтағаннан кейін жаңағы тор бетін ашып, жаңа біз қайсыны қостық? Алдыңғы деген қостық. Міне, алдыңғы деген бассақ, не өзгеріп отыр дейміз. Ал енді ұқсас, енді екіншісі де ұқсас. Онда біз екінші батырманың объекттеріне, оғанда on click деген уақиғасына function деп, яғни оған бір функция байластырып отырмыз деген сөз. Осы функциясында не істейді? Мына функция деген ішінде атқаратын ролдар, яғни жұмыстарды осының ішінде атқаратын кәттердің жиынтығы деген сөз. Осы функцияда, яғни функцияның басты мақсаты бір ролды атқару деген сөз. Мынада істейтін рол не дегенде, мына суреттің src деген қасиетін өзгертеді деген сөз. Онда бұны image 3.jpg деп өзгерсін десек болды. Сонымен біздің тапсырма бітті деген сөз. Онда сақтайық. Сақтағаннан кейін көрейік. Енді мынаны алдыңғы десек, алдыңғы сурет жауап, кедергі десек, кедергі сурет жауап деген сөз. Енді мынау өте қарапайым тапсырма. Енді жаңа үйренушілер үшін қиын. Енді мынау мазмұндарды мен қайта-қайта айтып жатқандағы мақсатым, мен мына документ кетіремет осы сабақта айтатын мазмұндар, яғни селектор деп қояды. Торап бетіндегі HTML түйінсөздерін объективке айналдырып алатын бұл селектор деп қоямыз. Алтынша селектор дейді екен. Қазақша аударудың жөнін таппадық, сондықтан осылай айтып отырмыз. Ал енді мен мынада бір бұрынғы сабақты пысықтай кетейін. Қазір біз бұл JavaScript'ті қайда жазып отырмыз деген кезде, JavaScript'ті біз мына div-дің астына жазып отырмыз. Енді өздеріңіз алдыңғы сабақпен білесіздер, ойлап көріңіздер. Мен мына JavaScript'ті егер осының бас жағына жазсам не болады? Мен сақтап көрейін. Енді мынаны жаңалағаннан кейін бассам істемейді. Себебі не деген, неге істемейді деген кезде, өйткені мына HTML түйін сөзінен бұрын
істейді деген сөз. Торап бетінде мынау жоғарыдан төмен, солдан оңға қарай істейді. Ал енді мынараға келген кезде біз бұл торап бетінің астыңғы бөлігі әлі түсіп болған жоқ деген сөз. Сондықтан мыналар таба алмайды. Таба алмаған болса мынаның бәрі бос деген сөз. Бос болса ода уақиға да жоқ, ештеме де жоқ. Сондықтан мынау істемейді деген сөз. Бұны істетудің бір амалы бұны window unload дейік. Unload деген, яғни осы терезешелік мына торап бетіндегі ашылған кезде бұда бір терезешелік деген сөз. Осы терезешеліктің unload деген уақиға, осы толық түсіп болған кездегі деген сөз. Unload деген бірақ жазай бәншін, яғни толық түсіп болған кездегі уақиғасына біз уақиға берсек болады, яғни function деген сөз. Function дедік. Енді мынаны аяқтастырған, осының астына аяқтастырсақ болды. Сонда бұның мәнісіне, yazыммен жазған кәттің мәнісіне дегенде, мына ішіндегі кәттер дейді. Осы торап беті бірақ түсіп болғаннан кейін барып істесін дейді. Яғни мыналар түсіп болғаннан кейін істесін деген сөз. Енді барып біз сақтап, Ctrl кнопкасын, S кнопкасымызды жаңалап көрейік. Енді бассақ істейді. Сонда мен бұл арада үйрете кетейін. Window деген unload деген уақиға болса, осы торап бетіндегі барлық нәрсе түсіп болғаннан кейін істейді деген мағынада. Ал енді бұл мазмұндар түк те қиындығы жоқ, өзіңіз ақырын түсініп алсаңыз болады. Мына onClick және unload деген нәрселер барлығы, un деген басталғанның бәрі негізі уақиғаларға қаратылған. Ал енді function деген функция, бұл екеуі. Функция деген бір ролдарды атқаратын жиынтық, оны кейінгі мазмұнда сөйленеді. Жарайды, мына тапсырма осымен аяқтады деген сөз. Ал енді сабақ мазмұнына керек. Енді бұл сабағымызда біз мына JavaScript-тегі селекторлерді қолдану жайында айтамыз. Енді JavaScript-те селектор қолдану негізі өзінде бар осы үшеуі. Нақтылы осы бар үшеуі. Ал енді басқалай, мысалы, yazымнан қарасақ, ID арқылы талдауға болады екен. Name арқылы талдауға болады, және HTML түйін сөз арқылы талдауға болады. Ал енді CSS-пен салыстырып көретін болсақ, CSS-та ID арқылы талдауға болады. Бірақ name арқылы талдауға болмайды. HTML түйін сөз арқылы талдауға болады. CSS-та не бар дегенде, класс арқылы талдауға болады. Онда мына CSS-тағы name деген класстың орнына атқарып отыр деп түсінсек те болады. Ал енді әзір мынада қарап көретін болсақ, ID арқылы талдау дегенде біз айтып отырмыз жерде get element by ID дейді. Мынада документтің ішіндегі элементтің ID-нан негіздеп табамыз деген сөз. Мынараға ID жазсақ болды. Ал енді name арқылы талдауды айтқаны document get elements by name. Бұнда ағылшынша оқығандар біледі. Elements деп тұрмын деді, S бар. S деген не дегенде көпшілікке қаратылған, көпшеге қаратылған. Сонда әдетте біз HTML түйін сөзіне name ұқсас болса бола береді, бірақ ID ұқсамау керек. Сонда мынау не дегенде get elements деген бір топ, бізге мына жерге мына қарап көрсек те call objects деп біз осы мынаған артына S-ті қосып беріп отырмыз. Бұл бірнеше элементті бірақ алып алады деген сөз бір жолда. Name ұқсас, яғни name қасиетіне ұқсас мән берілген элементтерді бірақ алып алады деген сөз. Ал енді HTML түйін сөз арқылы талдау дегенде, бұда да get elements by tag name дейді. Онда elements деген артында бұда да S бар деген сөз. Онда бұл осы торап бетіндегі біз алмақшы болған HTML түйін сөздерін бірақ алады деген сөз. Яғни біз table десек, осы торап бетіндегі барлық table түйін сөзін бірақ талдайды деген сөз. Оны әрі бізге неге айналдырып береді деген кезде, бізге бұны да бір жиғы дейді, яғни бір жинаққа айналдырып береді деген сөз. Онда біз осыны біз пысықтап көрейік. Пысықтаудың алдында біз мына JavaScript-тің қолданбасынан пайдаланып көрейік. Жаңағы біз документке нүкте қою арқылы шығарған қасиеттер. Get element by ID дейді, get elements by name дейді, бәрі ұқсас деген сөз. Онда біз көрейік. Документ дегенді басып, осының ішіндегі fanfa дейді, міне fanfаларды көрсек. Міне мынарада тұр үшеуі. Тек осы үшеуі арқылы талдап алуға болады. Ал енді кей тораптарда классынан пайдаланып талдап алып, мысалы get elements by class name деп өздері жасап алған. Олар жасап алғанда қалай жасады дегенде, мына кемелді өрнек тағысы арқылы, қытайша жыңызды пиаудаш дейді, сол арқылы программа жазып алған. Нағында JavaScript-те ондай
классқа негізделіп алатын жоқ. Ал енді бұл мазмұндарда біз кейінгі jQuery өткен кезде jQuery'да ол да JavaScript. jQuery'да бұларды өте оңайластырып тастаған. Ол кезде өте оңай қарапайым қолданатын боласыз. Ал енді мынау қазір біз нақтылап ішкерлей түсінетін болсақ, мына get element by id деген мына жерде айтып отыр. ID-ны негізделіп аламыз дейді. Get elements by name дейді. Атына негізделіп дейді. Жерде осыдан көре аласыз. Осы HTML қолданбасынан көре аласыз деген сөз. Онда біз осыған мысал алып барайық. Мысал алып барайық. Бұны жаңадан бір құжат құрдық, бұны да сақталық. Енді бұны біз index HTML дей салайық. Ал енді біздің торабымыздың моделін кірістік. Кірістікеннен кейін біз не істейміз дейік. Не істейміз дегенімізде біз бұл араға бірнеше div кірістейік. Мына div кірістік. Ал енді бірінші div-ға біз id берейік. Өйткені біраздан соң істетеміз десе бұл div бір деп қояйық. Ал енді менің мақсатым әзір осы div-ға біз JavaScript арқылы өзгеріс алып барайық. JavaScript арқылы өзгеріп болсақ, біз енді CSS кәтін жазбайық. JavaScript арқылы осыған үлкендігін, онан соң ені деген секілді бәрін теңсеп көрейік. Мысалы биіктігі және реңі осылар теңсеп көрейік. Онда қалай теңсейміз дегенде, жаңа айтып өткенбіз, бірінші осының астында JavaScript кәтін тіке жаза берсек болады. Болмаса бас жағына жазатын болсақ, жәтегі window деген unload деген оқиғаны ішіне жазамыз. Script дейтін type текстті JavaScript дейік. Ал енді біз көріп мына жаңағы мен ұқсас не істейміз дегенде, бірінші window осы терезе шеп ашылған ішіндегі барлығы түсіп болған кезде істейтін жұмыс не? Function деп болған бір уақиға байластыруымыз керек. Осы бірақ түсіп болғаннан кейін істейтін жұмыс деген осының ішінде. Осы торап бетіндегі барлық HTML элементі болсын, сурет болсын, бәрі көрініп болған соң барып осы JavaScript істесін деген сөз. Ондай болса біз бірінші не аламыз деген кезде, осы div-ді алып алуымыз керек. Онда біз var деп бір JavaScript-ті бір айнымалы белгілейміз. Ондай болса осыны var дедік. Осыған біз алдына мен ылғи оны жазып жүргенім объектив екенін білдіру үшін жазып жүрмін. Пиалияның алдына о деп жазып алған сөз. div бір де қояйық. div бір дейік. div дейсілер болды. Ал енді my div де қояйық. Ұқсас не деп жазсаңыз да. Ал енді біз жаңа тегімен ұқсас document неге id-на негізделіп алатынды мысал етеміз. Element document get element by id. Біз id-на негізделіп аламыз дедік. id не? div бір деген id. Онда біз осыған id-на негізделіп не жасаймыз деген кезде, енді біз осы сабақтағы жаңа мазмұн осылар талдап алғаннан кейін не істеуге болады? JavaScript қолданбасын ашып көрейік. Осылар талдап алғаннан кейін істеуге болатын нәрселер мынаның ішінде деген сөз. Біз div-ді талдайық. Біз әзір div-ға не істейміз дейді. Осы мынарадағы мен айтып отырайын, duation деп тұрған объектік деген сөз. Мынаның ішіндегі бәрі жеке-жеке объектік болады. Онда осының ішінде div-да бір объектік деген сөз. Мына іште HTML түйін сөзі болып тұрғанмен, бұлар бір объектік негізінде қараймыз. Әзір мына div объектігінде нендей қасиет бар, қандай уақиға бар деген бәрі мынада бар деген сөз. Ал енді ең астында яңшы деп тұр. Біз жаңа айттық, мына жерде CSS кәтін бөлек жазбаймыз, JavaScript арқылы өзгеріс алып барамыз деп. Онда біз осы арқылы өзгеріс алып барып көрейік мына жерде. Енді мына жерде осы CSS арқылы яңшы деген CSS деген сөз. Осы CSS теңшеліктер. Енді мына жерде екеуі тұр. Біреуі не? Бяошен, шушен дейді. Бұл не деген сөз деген? Қалыптың әуелгі бұрынғысы деген сөз, яғни торап бетінде жазып жүргендегісі. Ал енді мынау не дейік? Мына қатардағысы не дегенде? Мына қатардағысы
JavaScriptпен жазғандағысы деген сөз. JavaScriptпен жазғанда осылай жазасыз дейді. Енді бұны қалай жазамыз деген кезде мен көрсетейін. Онда болса style дегенде бір HTML қасиеті болатын. Ал енді style дегенде мына JavaScript үшін бұда бір документ деген сөз. Онда style деген ода бір JavaScript үшін документ. Онда болса біз көрейік. Мен мына жерден адмен документта көрейін. Документ. Біз көптеген жағдайда осы қолданбадан пайдалануымыз керек. Документ. Қазір документ уақиғалардың ішінде қандай уақиғалар бар? Мына ішінде қазірше біз қолданатын уақиға жоқ екен. Ондай болса біз көрейік. Енді әзір мынаны алып алдық дейді. Алып алғаннан кейін не істейміз дегенде біз my div дейік. Мен div'імна style десек, осы style қасиетін алып жатырмыз. Енді бір нүкте қойып не шығады деген кезде, осы HTML кәсін жазбақшы болған, JavaScript арқылы HTML кәсін жазбақшы болған нәрселер шығады. Сонда біз видізді не деп жазатқан көрейік. Және div'ді барып көрейік. Div'ді көрейік енді. Бұнда да яңшы деген не? CSS кәсін барып көрсек. Мына жағында CSS, мына жағындағысы JavaScript'те жазатын формасы. Видіз деген бар ма? Міне бар екен. Мынау қалай жазады дегенде видізі, мына JavaScript'те де видіз деп жазылады екен. Онда көрейік. Осыны біз видізін, яғни еніне бір 500 px бердік дейік. Бұны 500 px бет жазсақ болмайды, бұны сөзсіз. Мұндайды ішіне жазуымыз керек. Ал енді тағы да көрейік. My div дейді. Жаңа style дейік. Ондан соң биіктік берейік мынаған. Биіктігі де осындай height деп жазыла береді. Бұған 400 px дейік. Ал енді не берейік дейді? Рең берейік бұған, әйтпесе бізге көрінбейді. My div дейік. Ал енді барып көрілген. Биіктігін қалай береді екен? Мына яңш деген, div'дің ішіндегі яңш деген талап. Осының ішінен біз көрейік. Background color деген талайық. Енді background color деген JavaScript жазғанда мұндай жазылады деп көріп алайық. Бірінші background деген кішкене жазып, color'дың бірінші әріпін үлкен екеніміз. Онда не дейміз? Style деп жазамыз. Нүкте background'ды color деген бірінші әріп үлкен жазылады екен. Жаңа көрдіңіз. Ал осыны біз қандай реңге береміз? Көк реңге. Біз енді ойлап көрейік. Мынада біз әзір мына div'ға ешқандай CSS арқылы теңшеп алып барғанымыз жоқ. Біз тек JavaScript арқылы теңшеп алып барып отырмыз мынада. Енді істейме екен көріп кетті. Бұны жаңа торап бетін ашуымыз керек. Индекс дегенде. Қазір істеме дейді, неден қате кетті көріп біз бар. Қазір неден қате кетті? My div document get element by ID дейді. Бұда мәселе жоқ. My div style видіз. Мынада бір тал нәрсе артық жазылып кетті. Енді біз тағы бір екеуін теңсеп көрейік. Осыны ортаға тұралайық. Онда не дейміз? My div дейміз. Div деген style деп. Осыны біз margin арқылы теңсетеміз. Сонда біз көрейік барып. Margin деген қандай екен? Div. Осының яңш деген ішінде margin тағайық. Міне жерде түркі margin деп жазылсаң болды дейді. Ұқсас екен. Не? Margin деп жазыпты. Онда біз осыны margin неге тең деген кезде біз бұны 0 және қалған автомат теңшесін керек. Ал енді жаңарақ көрейік. Міне ортаға кеттіңіз. Біз осылай JavaScript-пен осындай талдаптарымызға болады деген сөз. Ал енді бұл кезде бұл болса біріншісі біз мына стайлдан пайдалану. Ал енді екінші бір нәрсе бар. Мен мынаны
Azircha bu birinchi misol. Birinchi misol style'dan foydalanamiz. Endi buni biz barchasi to'q. Hali ikkinchi misol ne deganingizda biz o'sni ichida tag'ida bir buna diye yutiraversin bo'ladi. Buna diye yutiraversin. Onda biz o'sni aslında table yazalım. Table bunun ID'ni biz my table deb qo'yaq. Ondan so'ng ne qilamiz? Biz yurib ketganmiz. Bir yo'l jasaymiz deymiz. So yo'lning ichida ne bo'ladi deganda th deb bir necha katekcha kelib kerak deymiz. Ondan so'ng ne bo'ladi? Onun ichida mazmun kerak bir narsasi bor. Tag'da tier, ondan keyin td dek in control askar basamiz. Endi buni hozir nima ko'rsatib bo'lsa ishlamay ko'rinmaydi. O'tkani biz buni hech qanday CSS tekshiruv olib bormadik. Qanday CSS tekshiruv olib boraylik bunga. Style type text CSS deb. CSS degandan keyin ne deymiz biz? Mana shuni my table va bu ID bo'lsa oldinda so'zsiz tor belgisi kerak. My table bugan nendey narsa beramiz deganda bugan biz bir oldin width kerak. Width beramiz kerak. Buni width'ini biz 500 px dedik. Hali endi bieklik bermay qo'yaq. Odan keyin biz border berdik bugan. Chetga border 1 px. Solid. Ondan so'ng rang beramiz. Rangni biz 00 9 f. Ondan keyin barib biz border color paste degan burungi saboqlarda aytib ketgan mazmunda qaytadan qo'ying. Bo'lsangiz burungi saboq yaxshi o'qimadingiz degan so'z. Ondan keyin ne istaymiz deganda color paste degan qat yozilibdi. Color paste border color paste degan bu. Color paste degan yozilibdi. Endi ondan keyin ne istaymiz deganda olsa my table degan ishindagi tr'ga yo'q yerga yoziladi. td'ga tag'ida ne my table degan ishindagi th'ga olsan olsa biz o'zgartirib qo'yamiz. Bugan ne deymiz? Buganda bir araliq bermasak bizga ko'rinmaydi deymiz. Bugan bir chek bermasak color paste chek bermasak bu ko'rinmaydi. Ondan keyin ne istaymiz deganda bugan tag'ida border 1 px solid. Ondan so'ng 0099 f dedik. Ruxsat rengini saqlaylik. Sondan so'ng bunani biz o'rtaga turalasak dedi. Margin 0 px avtomat 0 px yazib qo'yamiz. Жаңараsak böylesi çıktı. Buradan negatif ketip dur. My table. Bunda ölkön yazıp gitti. Table deyin kichkente yazıldı. Arayın saqtalik, жаңаlayıq. Жаңаsak kichkene bu qapta. Onda biz qaytaymiz. Bunaqa bir bieklik bersaq bo'ldi. 40 px deb qo'ydik. Ondan so'ng biz bundan margin tekshirsak, üstüngi жағының болған ашықтығы 10 px bo'lsin. Endi жаңалап ko'rdik.
Қазір мынада екі шақпақ шығып отыр. 2-4 шақпақ. 4 кәтекше, 6 кәтекше отыр екен. Ондай болса, егер біз осының ішінде JavaScript арқылы біз мына екінші кәтекшені, болмаса мына үшінші кәтекшені өзгертпекші болсақ, болмаса кез келген біреуін өзгертпекші болсақ, ондай болса біз оған да барып ID деп жазуымыздың қажеті жоқ. ID тең деп жазып, оны JavaScript арқылы алып жүрміздің қажеті жоқ. Онда не арқылы аламыз деген кезде, біздің осы сабақта мазмұндағы екінші мысал olsun. Екінші мысал get element by tag name деген мысал ғой. Ал енді біз бұны қалай аламыз дегенде, біз жаңағы ұқсас var дейміз. Бұлда o дейміз. TDS деп қояйық. Бұл неге дегенде get document деп жазсақ болмайды. Document. Бұл document дегеннің ішіндегі бір функция. Document функция, яғни функция. Document get element by неге негізге барамыз? By tag name. Tag name деген не дегенде, осы HTML түйін сөзі негізге барамыз деген сөз. Онда біз осыны table-ға негізге болайық. Әзір table-ға негізге болдық. Енді біз мынаны alert, яғни шығарып көрейік. Не шығар бізге? OTDS деген қанша тал бар, қанша тал алдық деген сөз, table-дан қанша алдық деген сөз. Осы HTML мына сөздің мағынасы осы торап бетіндегі барлық table-ды алайық деген сөз. Get elements get elements by tag name дейді. Осы HTML table HTML түйін сөзін бірақ аламыз деген сөз. Ал енді мына астында мағынасы болса, осыдан қанша тал алдық деген сөз, мына қанша бар деген сөз. Енді сақтап осы торап бетін жаңалап көрейік. Бір тал ғана бар дейді. Рас қой, бір тал ғана бар. Және біз бұл жерде бір тал ғана table түйін сөзін жазамыз. Ал ондай болса, біз қанша тал tr бар дейік. Көріп жаңа қазақ екеу бар дейді, екі жол. Онда t-дан қанша бар көріп. Үшеу бар екен. Онда осылай деген сөз. Ал енді менің мақсатым осы үш td-ді реңін өзгерту. Барлық осы td-дің үшеуінде реңін өзгерту. Ондай болса қалай істеймін? Қазір үшеу бар болды. Ондай болса біз мен алдымен былай жазайын. Үшеу бар болды. Онда OTDS дейді. Мынандай орта жасашып, осыған 0 десең, біріншісін талдадық деген сөз. 0-ден басталады. Біріншісі, жәнтегі осы талдаған біріншісін талдадық. Онда осының несін өзгертеміз? Осының style несін өзгертеміз? Енді background-ды color-ын өзгертеміз. Жасыл болсын дейік. TDS. Мына шузуға қатысты мына мазмұн. Бұлардан өтіледі. Енді мынаны әзірше осылай түсіндіріңіздер. Style background color. Екіншісіндегі екінші шақпақ не деген кезде онда blue дейді, көк дейді қояйық. OTDS 2 style background color. Ода қызыл дейік. Енді сақтап көрейік. Жаңа торбетін жаңа қасақ міне шықты. Енді сонда енді түсінейік мынаны. Біздің мұнарадағы get elements by tag name деген осы TD HTML түйін сөзін бірақ алды. Осы торап бетіндегі TD HTML түйін сөзін бірақ алды. Бірақ алғаннан кейін соның жеке-жеке үшеуіне жаңа көріп алғанбыз қанша бар екенін, сол үшеуіне жеке-жеке рең берді. Егер біз осы үшеуіне бір тал ғана рең беретін болсақ, онда оны қалай жасаймыз? Бір тал ғана рең берсек, біз мынаны бүйтіп жасауымыздың қажеті жоқ. Жасырып тастайын.
Біз бұрынғы сабақтарда үйреніп кеткенбіз. Біз мына программалық тіл үйренгенде HTML JavaScript'те біз меңгеру сөздерін бекер үйренгеніміз жоқ. Біз осындайда қолданып үйренгенбіз. Яғни for меңгеру сөйлемі, айналым меңгеру сөйлемі деген сөз. Бұны қайтеміз деген кезде var дейік. Ай нөлден бастасын. Бұны біріншісі айтқанбыз. Мына for меңгеру сөйлемінде үш түрлі болады. Біріншісі мына алдыменен осының әуелгі мәнін аламыз. Яғни әуелгі мән нөл болды дейік. Онан кейін не аламыз? Осы ай бірнекеден кіші болған кезде тоқтау керек. Неден кіші болғанда тоқтайды? Онда OTDS деген length осының ұзындығынан кішкене болған кезде тоқтау керек. Ал енді бұл үздіксіз жүре берсе болмайды. Үздіксіз жүре берсе болмайды, сондықтан әр жолы айдың мәні біреу арту керек. Біз осылай бұны for меңгеру сөйлемін айтқанбыз бұрын. Ал енді осыны албағаннан кейін енді не істейміз дегенде бұны OTDS-тің ай мәніне не қыламыз? Style деп осыған background color деп оған біз бір рең берейік. Реңді беріп берсек те болады. 0099 FF дейсек. Ал енді мынаны түсініп алайық. Мынау болса бізге нөлден мынадағы рол болса бізде нөлден 3-ке дейінгі, нөлден 2-ке дейінгі сандар шығып кетеді. Нөлден 2-ке дейін не үшін дегенде біз міне жаңа қолданғанбыз 0-1-2 деп осыны шығарып аламыз. Бұны for арқылы шығарып отырмыз. Мына жерде жеке-жеке қояды. Бірінші рет айналғанда 0, екінші рет айналғанда 1, үшінші ретінде 2 болып айналады деген сөз. Әр жолы бір рең беріп кетеді. Онда сақтадық. Енді жаңа көрсеткендей үшеуі де бір рең болды деген сөз. Осылай рең беруге қолданылады демекшімін. Сабағымызды жалғастырайық. Бұда біз ID арқылы талдауды да көрсеттік, HTML түйінсөз арқылы талдауды да көрсеттік. Name арқылы талдау мына астыңғымен негізі ұқсас қарайлас. Name деген қай кезде қолданады деген кезде, ана input HTML түйінсөздерінде қолданады. Оларда көп қолданады, бірақ көбінде name арқылы талдау жасамайды. Сондықтан бұны айтпай қойын. Ал енді сабағымызды жалғастырып шағын есептеуіш жасау. Бұны жасаудағы мақсат бұрынғы сабақтармен бірге байланыстырып бір пысықтай жасау кету есептеуіштік енді бұған біз жаңа көрсінетін көрсетеміз. Енді көрейік біз суреттен әттен көріп алып, содан соң жеке бір жолы жазып кетейін. Өйткені уақыт аз қалды деген сөз. Енді мынада 2 тал үнбанкуан бар екен, яғни 2 жазу көрсететін, одан соң бір астыға түсіп көрсететін және бір батырма бар екен. Ал енді астына нәтиже көрінетін жер. Ондай болса біз осыны жасадық. Ұқсас біз әрқашанда әрқандай нәрсе торап бетін істейтін болсақ, алдымен бір мына диавиден пайдаланып торап бетін жазған соң бір сөзсіз хызы дейді, яғни бір қорап жасап алуымыз керек. Container деп жаздық. Осының ішіне барып келеді біздің жазған мазмұндар. Онда біріншісі осының бас бөлімі header дейік. Одан кейін тағы диавидек, енді біреу нәтиже көрінетіні. Нәтиже көрінетінде не дейміз дегенде біз result деп қояйық. Алтыншы нәтиже деген болады. Ал енді бұл кетті. Енді біз мына біріншінің ішінде не жазамыз дегенде, біріншінің ішінде не болады деген кезде мен мынаны былай жазамын. Біріншісі input-тан 2 болады. Оны біреу type не болады? Текст болады. Жазу көрсетеміз деген сөз. Бұда value бар ма деген жоқ. Онда болса тағы не бар дегенде бұған ID берейік. ID бермей қойып, name берейік. Name text text деп қойық. Мен бұндағы мақсатым жаңа тек айтылмайға мазмұндаушы жерге айта кетейін дедім. Ал енді ID арқылы алсаңыз да ұқсас.
Екіншісі тағы да input type не қыламыз? Онда type text name'ге ұқсас болсын. My text дегені ұқсас болсын. Әдетте name class сияқты ұқсас бола береді. Ондан кейінгісі тағы да бір input. Бұл type не қыламыз? Бұл деген батырма. Button. Соның бұның ата бір name-мен алып қояқ болды. Бұның не қыламыз? Begin дейік. Енді апырып алқап, мынарада біз астыға талайтындалаймыз. Онда не қыламыз? Selection деген бәле. Аяқтасты ма? Мынау қара боқалып деген сөз қате жазылды деген сөз. Онда select деп жазылады екен. Select. Ал енді осының ішіне мазмұн келеді. Бұлардың мазмұны не дегенде option деп келеді екен. Мына негізі біздің немен ұқсақталады. Тейбілмен. Бұнда біріншісі value деген бұл қасиет жазылу керек. Қазір біз істетеміз. Қосу болсын. Ал енді мына ішінде кіретін мазмұны қосу. Екіншісі тағы да option value не? Көбейту алу болсын. Алу. Ал үшіншісі не? Және де option value көбейту болсын. Төртіншісі option. Біз төрт амалды алып алуымыз керек әзір. Value не болу керек? Бөлу болу керек. Бөлді жазу керек. Тағы бір қоспайын. Қоспай қойшы. Қалдығын табатын шығайын деген. Ақша қосып қойайын болды. Өйткені пысықтау болсын бәрімізге. Пысықтау болсын негізі. Енді болды. Енді бұны сақтап жаңағы тор бетін ашып көрік. Жаңағы тор бет арет есептеуіш дегенде көрім тор шалқашайық. Ашсақ міне шығып тұр бәрі. Аланын ашып тұрайын астына нәтиже шығу керек. Мендерге мазмұн жазу керек. Ондай болса енді не істейміз деген кезде. Biz mınаған жазбай кетіпті, мынаған бір value. Қазақ жазайық, жалықпай. Есептеу. Төте жазуды кірде. Есептеу деген көрсеттік па? Енді бар. Бұны әдемірек болу үшін біз мұнараға біраз CSS жазайық. Text CSS. Біріншісі не істейміз? Осы торап бет жөнінен бірақ істейік. Не қыламыз? Оның font family дейсек. Казнет. Қазақ софттың қатылғысы болсын деген. Онда font size үлкенірек болсын ба? Болмай қойсын. Margin сырт қаралған 0 px болсын. Padding да 0 болсын деп. Одан кейін істейміз енді container деген істейміз. Container. Мен осылар жаза беріп сіздерді жаттап алған болуыңыз мүмкін. Width не аламыз?
500px дейміз. Одан кейін не ортаға тұрдаймыз. Width деген қате кетті. Width. Одан соң margin 0 және автоматты дейік. Ортаға теңшелік. Автоматты болсын. Одан кейін не істейміз? Одан соң text align дейік. Text align жазайық. Одан кейін тағы не? Header қабырғасы теңшелік алып қойық. Бұнда көңіл қалып болмасын. Padding'ді 20px дейсің болды. Одан соң бұның text line теңшелік ортаға тұрады. Center дейік. Болды енді жаңалар көрейік. Енді біраз көрінбеді. Мына ортаға тұрған кетіп қалса болды, мына алып тастайық. Мына 500px-ке сыймайды екен, онда біз 600px-те қалдық. Енді бұл біраз ұқсат деген сөз. Ал енді біздің мақсатымыз мұнараға жазып, бір сипыр жазып, мұнараға бір сипыр жазып, одан мұнарадан біз таңбаны талдап есептеу дегенде мұнараға көрсетіп берсе болды. Астына көрсетіп беру керек. Оны қалай жазамыз деген кезде JavaScript кәсін жазамыз да. Астына жазсақ болды. Ал енді болғаннан кейін біріншісі біз мыналардағы мына инпуттарды алып алуымыз керек. Оларды қалай аламыз деген кезде бір var арқылы берейік. Text деп қояйық. Std өйткені көп емес болды. Document get element by name get elements eкен мынау. Get elements by name аты не? Аты my text дегенбіз мұны. Name my text дегенбіз. Ал енді бұнда біз екеу бар. Біреуі біріншісі my text. Біріншісі тағы, екіншісі тағы. Ондай болатын болса, екінші етіне не аламыз? Var олда ұқсас, text as btns екен ол. Бұл не дегенде document get element. Бір тал болған соң мынаны ID десілік болды. Get element by ID дейік. ID-ні негізі болсақ, бұл не? btn ID-ні негізі болған соң мен мыналардың артына әс қосып жүргенім мынадан көп шығады. Get elements by name деген бірнешеу бар. Name ұқсастан бірнешеу бар. Соң әс қоссам өзіме де белгілі. Мен жазған кәтті көрген басқаларға да оңай деген сөз. Әзір біз мына екеуін тауып алдық, мынаны тауып алдық. Енді не табамыз дегенде мынаны тауып бар, мынаның ішіне көрсетсек болды. Ондай болса тағы да бір var. Не дейміз? Дейік. btn деп қояйық. btn емес ке? Cell деп қояйық. Cells дейік оны. Бұл не? Document get elements. Бұл не? By tag name. Бұны жалғыстан болған соң осылай жасайық. Select деген сөз. Ал енді не істейміз деген кезде 14-шісіне бар екен, тағы 4-шісі, тағы да result деп қояйық.
нәтиже шығатын болды емес ол. Бұл document get element by id. Бұл не деген кезде btn болады екен. btn емес, бұл result деген осы болуға тиісті екен. Қазір төртеуінде алып алдық, мына бесеуінде алып алдық. Екінің ішіндегі және бесеуінде алып. Енді біз есептеп алып баруымыз керек. Бірінші қалай есептеп алып барамыз дегенде, біріншідегі мен екіншідегінің нәтижесін қосып мынадан астына шығарып беруіміз керек. Мына кнопканы басқан кезде, яғни батырманы басқан кезде. Онда не дейміз? Біз on батырман не? OBTN деп алдық. Осы on click деген кезде function деп қояйық. Function. Осыны басқан кезде не істейді дейді. Осыны басқан кезде алдымен мынаған талдау жасап көру керек қой. Егер дейді. Неге талдау жасау керек? Біз бүйте салайық. Егер мен талдау жасамақ, біз switch арқылы талдау жасайық. Switch бұл араға не келеді? Бұл араға келетін нәрсе не деген кезде sales деген қазір бұл арада sales дегеніміз бір тиқы, яғни бірнешеу. Осы торап бетіндегі барлығын тауып отыр, селектордың бәрін тауып отыр. Осының несін табады бізге? Sales'тің біріншісі, біз біріншісін табамыз. Осының ішіндегі нені табады дегенде value тапсын бізге. Value тап кірсін. Онда біз міндет case деп көріп. Case қосу болса не істейді? Қосу болатын болса, біз мұнараға тағы бір алғысық туатқан var result деп нәтижесін жағамыз ба? Алып алдық result деп. Онда болса result неге тең дегенде txts нөлдің несіне тең деген кезде осының мәніне тең, нені қосқанға тең? txts 1 value қосқанға тең. Осы бір талғана жазып сынап көріп. Мысалы 3-ке 3-ті қостық. Біз мынаны шығармасақ кемек екен. Alert result мында қате бар екен, көріп. Қай жерінен қатар кетті дейді. 43-ші жолдан қате кетті. 43-ші жолдан қате кетті. 43 деген қалар. Get element document. Get element by id. Document. Get element by id. btn. Get element by id. Bu ne kadar? Hem de rap kalpat. Енді көріп. 44 деп қосып беріп отыр ма? Мыналар қосып бере салдыр. Енді бұны біз айтып өткенбіз. Бұрынғы сабақтарда айтып өткенбіз. Мыналар дегеніміз біз тауып алғандамыз мына тексттің мына мүмкін қуаң ішінде, яғни мына ішінен шығарғандар string түрдегілер. Олар қосса, ол stringдер қосылғанда тіке қосылады, олар цифр арқылы қоспайды. Онда біз мыналарды парсы
int деп біз осыларды алдымен менен біз int түрін өзгерттік. Енді 4-ке 4 қоссақ 8 деп тұрып отыр. Ал енді тағы да сынап көретін болсақ, біз бұрынғы сабақпен байланыстырып 4 деп жазып астына басқа әріп жазсақ, қосып көрсек тағы да 8 деп отыр. Мынау да ұқсас. Әсілі бұндай болмауға тиісті. Егер әріптің араласып кетсе, онда ол цифр болмай қалды деген сөз. Сондықтан біз мына parse int-ді істетпесек болады екен. Біз алдыңғы бұрынғы сабақта айтып кеткенбіз. Parse int-ден басқа number арқылы өзгертуге болады дегенбіз. Number деп бұның түрін int түрге өзгертуге болады дегенбіз. Енді жаңалап көреді. Енді қосып көрсек, міне дұрыс шығып тұр. Артына әріп араластырсақ не дейді? Not a number дейді, ол цифр емес дейді. Сондықтан осыны өзгертсек болды. Ал енді не дейміз? Енді жалғасты жаза берейік болды енді. Түтігі азалт деген сөз. Алу болса не істейді? Онда мына нәтижеміз неге тең болады? Number. Әмен мына көше сайын болды. Болмаса уақыт жетпейтін болды. Уақыт жетпейді емес, уақыт өте ұзын болып кететін болды. Сонда көбейту. Онда көбейту болса, мынау да көбейту болады деген сөз. Мынау бөлу болса, мынау да бөлу болады. Ал қалдығын қалдыратын болса, мынау да қалдығы болады деген сөз. Ал осылай болу керек. Сондықтан енді сақтап жаңалап көрейік. 44 қоссақ 44-ке 44 қоссақ 0 дейді. Мыналардың бәрінде бөлік болу керек. Өйткені айтып өткен мазмұн. Әйтпесе астында бірақ кетіп қалады. Бөлікте толтырып тастауымыз керек. Жеті шықты. Енді мынаны енді біз бұрынғыдай емес, мына бассақ әлі сайын бір терезелік шығады. Мыналар басатын болса, басқалар жағылып кетеді, жек көріп кетеді. Сондықтан қайтеміз дегенде, біз мынаны тіке результатты мына жерде шығармауымыз керек, ал артық шығармауымыз керек. Қайта қайтуымыз керек деген кезде не? Result деген астындағы div-ға div-дің несіне? Inner HTML, inner тексті. Осы өздің нәтиже болса болды. Енді сақтап көрейік. 4, 8-іне шығып отыр. Әмінеден шығып отыр. Енді мына бұлай таман кетіп қалды, онда біз. Бұлай таман кетіп қалса, онда қайтеміз біз. Мынаның ішіндегі resultқа біз бір тіке ішіне style деп жасайдық. Style тең padding қай жағы left'ті 20 px. Сол жақ ішкі аралығын 20 px қалсақ ұқсас болады. Жетінің ағасына кеткеніз. Ал енді бұл кетті. Бітті деген сөз. Ал енді бұда бір кемшілік бар. Misal үшін айтқан кезде. Метелге мен бір 15-ті 0-ге бөліп тастасам. 0-ге бөлсем не қателік шықты. Әсілі мына бөлінісі 0 болмау керек. Онда біз не қыламыз? Талдау жасауымыз керек. Мына жерде бірақ талдау жасаймын. Мына жерде талдау жасаймын. Егер дейік болды. Егер
мынаның несі нөлге тең болмаса, нөлге тең болмаса осыны істесін. Болмаса не дейміз? Болмаса біз alert деп, жоқ, alert қылмай қойға. On result дегенде осыған мәні тіке жаздық. Керек дедік. Сақтадық, енді жаңалап көріп. Енді мынаны қоссақ мәселе жоқ, шығып береді. Ал егер біз мынаны бөліндісін нөл қылып бөліссақ не дейді? Сақталмай қалған ба? Егер нөлге тең болмаса мына істесін дедік. Біз мына өйткені мынау емес екен, қайсысы нөлге тең болмау керек? Екіншісі нөлге тең болмау керек, яғни мынау. Біз бөліп отырған нәрсе нөлге тең болмау керек. Міне осы нөлге тең болмау керек. Нөлге тең болмаса. Енді бар көрейік. Қоссақ дұрыс шығады. Текст дейін ба? Жақсы қалып қатты. Бұл программа жазғанда ол қатерлік шығу деген қалыпты нәрсе. Яғни шығып отырған бәрі дұрыс дейді. Ал енді егер нөл қылып жасақ не дейді? Бөлінді нөл болмау керек дейді. Бұл осылай болса болды. Ал енді біз мынаны болды. Онда болса біздің жасамақшы болған осы сабақтағы мына есептеуішімді жасап болды деген сөз. Өздеріңізде жасап сынап көріңіздер. Енді мына жерде шағын пысықтай кетейін. Біріншісі біз мына арада қазір жеке тауып алдық. Біз біріншісінде name арқылы таптық. Селектор name арқылы таптық. Name арқылы тапқан кезде мына жерде name myText болған екеу бар. Сол екеуін тауып алдық. Сонда мен жерде нөл қылып қолданып отырмын, жерде нөл бір деп. Сол екеуі. Біріншісі нөл болады, екіншісі бір болады. Осы екеуін тіке жазып отырмын. Ал енді мына жерде get element, сондықтан бұл чехалық қайтарады деген сөз. Сондықтан мына жерде екеу болған себебі сол. Ал екіншісінде ID арқылы жаздым. Ол тіке ала салады. Үшіншісінде bytag name, о да көп болады. Сондықтан мен оны да жаңа алған кезде бір тал деп ала салдым. Ал енді бұл жерде onClick деген жәнтегі тінтөрді басқан кезде, жәнтегі батырмасы тінтөрді басқан кезде уақиғаға бір function, яғни бір функция байладық. Содан кейін алдымен талда ұстадық. Жәнтегі екінші тал, екінші мұна ішіндегі, екінші жазу жазатын жерде оның нәтижесі нөл болмаса, біз есеп істеуіміз керек. Нөл болмаса, оны ескерту беруіміз керек та. Бөлінді нөл болмау керек деп. Өйткені математика оқығандар біледі. Математика оқығанда есептеуде мына бөлінді нөл болса мәні болмайды деген. Ешқандай бөлінді нөл болса болмайды деген сөз. Сондықтан бұны сөз білдіріңіз керек. Сондықтан бәрінің артында ең соңғы нәтижені result деп мына астындағы DI-ға көрсетіп бердік. Міне DI-ға көрсетіп бердік деген сөз. Сонымен бүгінгі сабағымыз осы жерде аяқтады. Өздеріңіз жақсылап жазып сынап көріңіздер. Енді бұл программа деген нәрсені көп жазып, көп шұқыласа ғана үйренетін нәрсе. Сондықтан ерінбей жазып, ерінбей сынақ етіп көріңіздер. Ал енді программа жазуда қателік шығу деген ол қалыпты нәрсе. Мәселе сол қателікті қайткенде тез шешу. Мейлі тораптан іздейсіз, мейлі жоқ басқадан
көріп жүресің ба, әйтеуір сол қателікті тезден шешіп үйренсеңіз, кейін программа шыққан кезде нағында қателік шықпай қою мүмкін емес. Сол мәселе, сіз көп жазсаңыз, сол қателікті шешу уақытыңыз қысқарады деген сөз. Сонда ғана бар программа жазуыңызда, үйренуіңізде нәтиже болады деген сөз. Жарайды, онда бүгінгі тапсырма керек. Бүгінгі тапсырмамызда мынадай бір торап бетін жасайсыз. Мына болса бір тейбл болса, алдында ешқандай ерең бермейсіз. Ал сіз мына арада астында теңшеу деген батырманы басқаннан кейін мына тағы жолдарда рең пайда болу керек. Енді бұларға тіке ID беріп істеуіңізге болмайды. Сөзсіз by-tag-name арқылы істейсіз. By-tag-name дегеніміз сол HTML түйін сөзіне пайдаланып істейсіз деген сөз. For үшін арқылы талдау жасап, сонда мыналарға автомат рең берсеңіз болады. Айналдырған 5 жол ғана кат кетеді. 5-6 жол, оны өзіңіз істеп, мына ойлау сұхбатына жолдаңыз. Жарайды, олай болса, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.